Сәлем достар, қалдарың қалай, денсаулықтарың жақсы ма? Ендеше бүгін ең мықты сабақтардың бірі болады. Обязательно лайк басып, прочее басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Ендеше кеттік, ол алтын ережелер деп аталады. Шахматты жақсы ойнау үшін, жақсы фигураларды қалай дұрыс қою керек, қандай қателер жібермеу керек, сол алтын ережелерді айтатын боламын. Ең бірінші шахмат ойнаған кезде мына 4 нүктені жаттап алыңыздар, олар эпицентр деп аталады. Шахматтан былай санайтын болсаңыздар, қақ ортасы тура осы 4 нүкте. Бұл өте маңызды нәрсе шахматта. Барлық фигураларыңыздың шабуылы, қорғанысы болса да, осы центрге жақынырақ, центрдің айналасында или центрдің прямо ортасында, үстінде болғаны өте маңызды. Мысал келтірейін, көп ойыншыларымыз шахмат ойнаған кезде атпен былай жүреді. Атты санасаңыздар 4 ақ жүрісі бар, ал ортада тұрса, или ортаға жақын тұрса, 8 жүрісі бар қарасаңыздар. Әрине 4 хоттан 8 жүріс. И ортада тұрса, қарсыластың территориясында тұрса, ол вообще керемет. Енді қараңыздар. Бұл не үшін айтып жатырмын? Слонды да мысалға мына жерде тұратын болса, 7 ақ жүрісі бар слонда. Ал ортада тұратын болса, 13 жүрісі бар. Айырмашылық жер мен көктей. Ортада тұрғанның айырма жақсы жері, сіз шабуылда да боласыз, қорғаныста боласыз. И комбинацияның түрлері көбейе береді. Сіз бір жерден комбинация, бір жертвалар, бір нәрсе шығарып кетуге, сізге шабуылды қатты жасап жатқан кезде қорғанып та үлгересіз. Осы нәрселер окончанияларда, ойынның соңғы жақтарында бұл ортаның маңыздылығы өте қатты сезіледі. Соны ұмытпаңыздар. Өте қатты сезіледі. Мысалға, сіздің короліңіз мына жақта жүріп, пешкіңіз мына жақта тұрса, қарсыластың королі ортада тұрса, ол сіздің пешкіңізді сізден бұрын барып тез жеп қояды, бір ойынның соңдарында көп кездеседі. Или сіздің короліңіз мына жақта тұрса, қарсыластың пешкісі мына жақта тұрса, ол ферзьге шығып кетеді деген сияқты. Сіз үлгере алмайсыз квадратта болмасаңыз деген сияқты нәрселер алда, оны сабақтар түсіне бастайсыздар. Жалпы ортаның маңыздылығы шахматта өте маңызды. Осыны ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар, фигураларды шығарған кезде негізі осы орталыққа қарай шығарған дұрыс барлығы. Мысалға рокировка, ферзь, ладьяны қарасаңыздар, менің барлық фигура орталыққа қарай көзделіп тұр. Ферзімде, ладьянда, слонымда, коньда. Маны шикарная. Қандай керемет позиция. Егер осылай қоя алсаңыздар, сізде тактиканың да түрлері, сіздің енді ары қарай өзіңіздің тәжірибеңізге байланысты болады. Әрине, сіз қанша жерден центріңіз мықты болса, практикаңыз болмаса, ой өрісіңіз төмендеу болса, қарсыласқа қарағанда, сіз қанша жерден күшті ортаны алғанмен, сіз начинающий болсаңыз, сіз 3-ші разрядта ешқашан толмайсыз. Практика өте маңызды. Бірақ ережені сақтаған дұрыс. Ол жалғыз сіз емес, Магнус Карлсон, Накамура, Япониши, қандай Аранян дейма, қандай бір мықты футболшы деппін ғой. Шахматистерді алатын болсаңыз, қандай атақты дүние жүзіндегі бүкіл әлем чемпиондарды, кітаптарды алатын болсаңыз, барлығын айтатын осы орталыққа қарай ұмтылу. Позиционный перевес алу үшін, фигуралар ашықта ойнау үшін, закрытый позицияда емес, осы орталыққа таласу. Енді кеттік. Бірінші ереже түсіндіңіздер, орталыққа шығару керек. Сосын бір айтып жіберейін, орталыққа шығарғанда мынандай жағдайлар кездеседі. Осы аттар енді түсінікті, былай шығара бересіздер. Әрине, E2, D2-ден гөрі осы 2 нүкте аттарға керемет болып саналады. Өйткені 2 сіз орталық поляны контроль жасап отырасыз. Мынадан гөрі мына жерде біреуін ғана жасайды. Бұл да жақсы, шеттен қарағанда, бірақ ортаға мүмкіндігінше көбірек алға отырсың. Енді слонның бізде негізі қоятын жақсы 3 нүктесі бар. Шахматта қарасаңыздар, көп кездесетін осы 3 нүкте. Мына 2 нүкте қарастырылмайды, бұл өте пассивный дейді. Жақсы ходтар жасалатын кездер болады, бірақ енді амал жоқ кездерде, бір қарсыласынан алдын ала қорыққан кездерде сондай жасалатын ойыншылардың ходтары. Ал негізгі нүктелері осы 3 нүкте. Енді қандай жағдайларда қайсысына қойған дұрыс? Негізі слондарды ортаға қойған дұрыс. Осылай слондарды мүмкіндігінше, мен айтқанмын, центрге қарай, ближе к центрге, ортаға қарай қойған дұрыс. Екінші жағдайда мына жерге қойған дұрыс. Ол қандай жағдайларда мындай жерге қойған дұрыс мүмкіндік болатса. Олар тек аттар тұрған кезде қойсаңыздар өте керемет. Просто так былай қоя алмайсыз. Қойғаннан не пайда? Өте қате ход.
мағынасы жоқ ход дейді, сізді қуып жібереді, бір жағынан форт жасайды, сіз амал жоқ үйіңізге қайтасыз. Дым мақсатсыз. Ал егер ат тұрған кезде қойсаңыз, мақсат бар. Ол көбінесе связка кезінде қойылып жатады осындай. Даже связка болмаса да просто қойсаңыздар бір қызмет атқарып. Келешек связканың қарсылас былай жүрген кезде связканың алдын алып жатсыз, бірден ұстап аламыз деген сияқты. Алдын алып жатсыздар, сіз жақсы ход жасап жатсыз. Бір нәрсеге шабуыл жасап, связканың алдын алып жатсыз. Осы жағдайларда слондарды қойған үшін. Енді кейбір жағдайларда болады, сіз мында да қоя алмайсыз, мында да қоя алмайсыз, онда хотя бы мүмкіндігінше бір слоныңызды осындай D3 немесе E3 нүктесіне қойсаңыз тоже жақсы. Түсіндіңіздер, орталық нәрсені ұмытпаңыз. Ол бірінші ереже мен сізге түсіндірдім. Екінші ереже, ол шахматта өте маңызды ереже, ол рокировка жасау. Ұмытпаңыз. Бұл алтын ереженің маңыздысы. Рокировканың екі түрі бар, қысқа және ұзын. Рокировка негізі 7-ші ходқа дейін жасап үлгеру керек, жүріске дейін жасап үлгеру керек. Өте маңызды. 7-ші жүріске дейін жасамасаңыздар, сіз тез ұтылып қаласыз. Ұтылып қалуға мүмкіндігіңіз, ықтималдығыңыз жоғары болады. Себебі көптеген шахматта ловушка деген нәрсе қайдан шыққан? Комбинация, ловушка деген нәрсе осы рокировка жасамағанның кесірінен. Историяда, тарихта қарасаңыздар, әлем чемпиондардың өздері 7-ші, 5-ші, даже Магнус Карлсонның видеосы бар, ютубта қарасаңыздар, 5-ші ходта алдында отқан дәу атақты бір мемлекеттің азаматы гроссмейстерлер 5-ші, 6-ші ходта ұтылған кездері болған. Рокировка жасамайды, или там дұрыс фигураларды қоймайды. Міне осы нәрселерді ескеру керек. Рокировка маңызды 7, тере, крайний срок, ең жаман дегенді 9-да жасау керек. Өйткені начинающий ойыншыларға екінші, бірінші разрядқа дейін осыны жасап алсаңыздар, рокировка. Сіздің алдыңызда гроссмейстер, мастер спортта отырса да, сізді 20-30 ходқа дейін просто так ұта алмайды. Бір комбинация жасап, бір ферзіңізді, ладьяңызды ұту мүмкін, бірақ сізге матты қоя алмайды. Өйткені рокировка қарасаңыздар өте маңызды. Слон аяқта тұрады, рокировка. Сізге ортадан мат қою өте оңай, мат легаль, ақмақтар маты, маттардың түрлері көп қой, детский, балалар маты, оның барлығы сол рокировка жасалмағанның кесірінен. Ал сіз мынандай жерде қойғаныңызда сізге қалай мат қояды? Мына жерге тіпті қоя алмайды атты. Сізге мына жерге мат қою үшін ол бүкіл фигурасын, ферзді мына жерге какие-то чудом әкелу керек, атты мына жерге әкелу керек, или линия ашық болу керек, ладьяны әкелу керек. Ол сізге просто так мат қоя алмайды. Мысалы, ат мына жерде қалай тұрады, сіздің наслоныңыз контроль жасайды. Оған қалай ол ашылып қалады алда, ондай нәрселер кездесу өте қиын. Даже кездескен өзінде просто сіз ақымақ болмасаңыз, защитада жасай аласыз, и ары қарай тағы қанша ход керек сізге мат қою үшін. Ал көп ойыншылар, мен эксперимент жасаған кезде 4-ші, 3-ші разрядқа дейін оқушыларды қарап отырсам, бір 15, 10-ші, 20-ші ходқа жетпей ұтыла береді. Өйткені рокировканы алтын ережені орындамайды. Осы нәрсені ұмытпаңыздар. Екінші алтын ережені сіздерге түсіндірдім, рокировканың маңыздылығы. Үшінші алтын ережені жаңа түсіндірдім. Ол, рокировканы жасау үшін бірінші наларды шығару керек. Үшінші алтын ереже, ол жеңіл фигураларды шығару керек. Ұмытпаңыздар. Жеңіл. Шахматта екіге бөлінеді. Осы слон мен аттар, олар жеңіл фигуралар, ладья мен ферзь, олар ауыр фигура. Тяжелые фигуры, легкие фигуры болып бөлінеді. Осыны ұмытпаңыздар. Бірінші әрқашан көп ойыншылар неге тағы ұтылады? Бірінші жеңіл фигураны шығармай, мен алдыда оқушыларыма, басқа да біреулерге анализ жасаймын, даже көрермендеріме де, мені лайк басып қолдап отырыңыздар, каналға тіркеліп. Міне, соларға анализ жасаған кезде позицияңызда көресіздер. Анализ жасағанда 90%-ында 3-2 разрядқа дейінгі ойыншылардың сол детский матқа бірден ойнайды. Бастай сал, ол детский мат деген, ол бірден бастай салып 3-ші ходта ферзь шығады. Ол детский мат деген, ол нашар ойнайтын ойыншыларға ғана жасай аласыз. Енді шахматта осы бірінші рет қол бастап тұрған адамдарға сіз жасай алатын шығарсыз. 3 күн, 2 күн ойнаған. Ал уже сәл тәжірибесі бар, сабақ оқыған, кітап оқыған, кино, видео көрген ойыншыларға сіз жасай алмайсыз. Ол бессмысленно, потеря хода, жүрісіңіз жоғалтады, сізді қуып жібереді, болды. Даже ферзіңізді ұсталып қалуы мүмкін. Сондықтан көп жағдайда ауыр фигураларды шығармаған дұрыс. Көп ойыншылар сосын былай жасайды. Бірінші слон шықпай тұрып ферзімен жүреді. Или там слон шықпай тұрып ладьясымен жүреді. Бірінші ереже. Выводить нужно легкие фигуры, ұмытпаңыздар. Мен жаңа түсіндірдім слондар мен аттарды қалай қою керек. Жарайды, бұл кетті. Тағы да 4-ші ереже, осыны шығарған кезде
осының арасында форточка деген нәрсе бар. Бұл не үшін керек? Форточка дейді. Бұл корольге жол ашып қоясыз. Сіз келешекте осындай бірінші жолдан маталып қалмау үшін сіз алдын аласыз. Мысалға, сіз форточка жасамасаңыз, кейін ойынның соңғы жақтарынан бір комбинация жасайтын кезде ладьяңыз кете алмай қалады. Сіз байлап тұрсыз, ладьяңызды босата алмайсыз, или ферзіңізді босата алмайсыз. Өйткені маталып қалуы мүмкінсіз бірінші жол бойынша. Сондай жағдайда форточка керек. Екінші маңыздысы форточканың ол, сіз көп жағдайда шахматистер осындай связканы жіберіп алып жатады. Связка өте жаман нәрсе бұл связка деген. Көп ойыншылар осы связкадан құтыла алмай жатыр. Связканы алып кете алмайсыз, өйткені жейді сіздің короліңізді алда ашылып қалады. Связкадан құтыла алмайсыз, ферзіңіз байланып тұр, атта байланып тұр. Әрқашан бұл үлкен проблема. Осындай связканың алдын алу үшін форточка жасағанбыз. Мен көп оқушыларыма айтамын. Сендер слонды мынаны форточканы қай уақытта жасау керек дейді. Кеш жасап жатады көбісі, жіберіп алады. Мен айтамын, сен рокировка жасап, көрдің қарсыласың, қашан слонның алдын ашады, бірден форточка жасап, мәйлі екінші ход болсын, мәйлі төртінші ход, 10-шы ход. Бірақ слонды жібермеуге барынша тырыс. Кейін уже уровенің өскеннен кейін жібере бересің, бір какой-то расчеттар. Бір какой-то варианттар болады, заготовлен. Онда істей бересің. Бірақ негізі жібермеген дұрыс. Связканы өзің жаса, қарсыласқа жасатпауға тырысу керек. Енді түсінген шығарсыздар, форточканың маңызды. Одан кейінгі маңызды жеңіл фигураларды айттым сіздерге. 4-ші форточка, 5-ші ол тяжелый, ауыр фигуралар шығаруға тырысады. Ауыр. Оларды да мүмкіндігінше барынша барлығын ортаға шығару керек. Енді кейбіреулерде келіспейтіндер бар. Ладьялар қандай? Енді ферзь, ладно, ол ферзь любой жерге кіріп кетеді, қимылдайды, тез қызметін атқарады. Ал ладьялар қандай жағдайда жақсы ойнайды? Ладьялар негізі жақсы ойнайтын жерлері, олар андай ашық линияда жақсы ойнайды. Кез келген ашық. Жалғыз ладья емес, кез келген слондарда да, аттарда өзінің ашық нүктелерінде жақсы ойнайды. Енді сізде осындай мүмкіндік болып тұрса, сұрақ туындауы мүмкін. Ладьяны ортаға қойған дұрыс па, или ашық линияға қойған дұрыс па? Өзіңіз таңдайсыз, позицияға байланысты. Негізі ашық линияларда әрине ортаға. Мына жерде данный момент ашық линияда жақсырақ. Бір ладьяңызды әрқашан ашық линияға қойыңыз. Егер былай тұрса, онда екі ладьяңызды да ашық линияға қойыңыз. Өте керемет. Ладьялар ашық жолдарда өте керемет ойнайды. Ладьялардың керемет ойнайтын жері ол екінші обжорный ряд дейді. Пешкелердің қатарында өте керемет ойнайды. Соны ұмытпаңыздар. Мүмкіндігінше осындай ладьялармен обжорный рядқа кіріп алғанға мүмкіндік жасауға тырысу керек. Міне, сіздерге барлығын көрсеттім. Міне, барлық фигураны шығарасыздар ортаға, мүмкіндігінше форточка жасаймыз, рокировка жасаймыз, ауыр фигуралар жасаймыз, ладьялар қандай жағдайда жақсы ойнайды көрсеттім. Енді ары қарай қызықтар басталады. Аттар ешқашан фигураларды көп жағдайда шеткі нүктелерге қоймаңыздар. Мысалға, көп ойыншылар былай жасайды. Мысалға, атпен ертерек барады, сізді қуып жібереді, мысалға, и ортаға қашпайды, ближе центрге. Мүмкіндік болса, тіпті ортаға былайынан қашу. Мүмкіндік жоқ болса, хотя бы ортаны контроль жасау. Ал көп ойыншылар шетке қашады. Ол өте нашар, ход біріншіден аз, екіншіден көп жағдайда байқасаңыздар, шахматта байқасаңыздар, осындай тақтаның шетінде кез келген двойной удар, тактикалық кез келген мыңдаған тактикалық комбинациялар бар. Соның барлығы осы незащищенная дейді, қорғаусыз тұрған фигураларға және тақтаның шетінде осындай мағынасы жоқ ходтар жасаған фигуралар ұсталып қалды. Мысалы, бір мысал келтірейін. Қазір қаралар жүрді. Мысалы, қаралар былай жүрді. Мына жерде мен атты былай көрсетейін, қарап тұр. Мысалы, ат бізге шабуыл жасады. Бұл үлкен қатер. Тақтаның шетіне қойды, ойлады, шабуыл жасады. Ол есептеген жоқ. Неге есептеген жоқ? Өзінің алтын ережені бұзып тұрған есептеген жоқ. Бұл жерде ақтар жай ғана шах береді и атқа шабуыл жасайды. Енді попробуй атты қорғап көр. Сен қалай шақтан қорғанасың, бір жағынан атты қорғай. Мүмкін емес, кез келген жүріске сен атты жеп аласың. Көрдіңіздер, осындай қателерді жібермеуге тырысу керек, барынша шахмат. Міне, алтын ережелерді сіздерге жаймен түсіндіріп жатырмын. Сосын көп біздің ойыншыларымыз тағы қате жіберетін, ойынның басында мынандай жақсы көреді. Барады да, мысалға қараңыздар. Барады, и атпен 2 рет жүреді. Біріншіден, ешқандай мағынасы жоқ ход бұл. Не істейді мына жерде? Мынаны жей алмайсыз. Сен форточка жасайды, сен біріншіден қарсыласқа форточка жасауға мүмкіндік беріп жатсың. Екіншіден, сен 2 ход жоғалттың. Қарашы, 1 рет бардың, 2 рет жоғалттың.
Екі жүріс жоғалтып тұрсың. Қарсыласты еще күшейтіп алсың. Уже керісінше сен емес ақпен, ал қаралар ақпен ойнап жатқан сияқты болады. Өйткені екі қадам сізден алға қарай кетіп қалды. Ал сіз қайталай беретін болсаңыз, келесіде тағы бір фигурамен жүрсеңіз, сіз қуып жібереді, үйге қайтсаңыз, онда сіз 4 ход жүрістен айырыласыз деген сияқты. Сол сияқты позицияңыз қиындай береді, сосын сіз ұтылмағанда кім ұтылады? Осы нәрсені естен шығармаңыздар. Ол заңдылық шахматта. Не ходите фигуры дважды в начале игры. Екі рет ойынның басында жүрмеңіздер. Бүкіл ережені орындап алыңыздар, мен айтқан. Бүкіл ережені орындап алыңыздар. Мысалы, бүкіл ережені орындап алыңыздар. Пожалуйста, одан кейін уже көрсеңіздер болады. Бірақ онда да просто так жүре бермеңіздер. Барлығы дайын ба, мысалы орта дайын ба, қапталдардан шабуыл жасаңыз. Мысалы былайына тұрсын. Аттарда маневр жасаңыз, бір какие-то маневрлар жасайды көп ойыншыларымыз центрге. Или аттарын босатыңыз, ортаны одан сайын күшейтіңіз. Барлығы дайын болған кезде прорывты бұзамыз. Кәдімгі соғыс қой, шахмат деген былайша айтқанда соғыс, стратегия. Барлығы бар бұл жерде. Геометрия, физика, математика, барлық тактика бар бұл жерде. Бүкіл Наполеон, Шыңғысхан, барлығы әлемдегі мықты стратегтердің бәрі осы шахмат ойнайды. Шахматтың техникасын қолданған. Міне, сондықтан логика керек, комбинациялар, тәжірибе керек. Сондықтан просто так шахматта темп деген нәрсе бар. Сіз әрқашан пайдасы жоқ жүрістерді жүретін болсаңыз, ұтыласыз. Сіз бір қадам алдыға қарай бір мат 2 хода ғана білетін болсаңыз, 2 шаг алдыға ойлайтын болсаңыз, қарсыласыңыз 5 шаг алдыға ойлайтын болсаңыз, әрине сіз ұтыласыз. Сондықтан КМС, бірінші разряд тігіндердің барлығы содан шығады. Уровень соған байланысты. Мысалға сіз 2 ход, 2 жүріс, 1 жүрісті ғана ойлайтын болсаңыз, ал мен 7-8 жүрісті алдыға ойлаймын. Сіз уже не істеп жатқаныңызды мен алдын ала уже білемін. Мен қайқа баратқанымды уже көріп тұстаймын алдын. Осы нәрселерді ескеріңіздер. Осы өте маңызды алтын ережелерді сіздерге айттым деп ойлаймын. Осыны әрқашан кіммен ойласаңыз болады ғой, бір шахмат ойнап отырсыз, и сізде миыңыздағы уже заготовкаларыңыз, теорияңыз таусылды, еш нәрсе білмейсіз. Просто осы заңдылықтарды орындаңыздар. Болады. Нечего делать. Білмейсің, план жоқ, жоспар жоқ. Просто не істеу керек? Алтын ережені орындау керек. Бороться за центр, готовиться заранее, алдын ала дайындалу керек, ұмытпаңыздар. Барлық нәрсені форточка жасау керек, алдын ала дайындалу керек. Сосын тағы айтатын ережелердің түрлері көп. Сосын шахматта батарея деген нәрсе бар. Ол не ол батарея? Міне. Сіздер бір көп жағдайда жертвалар осындай батареяларда жақсы жүріп жатады. Жертва беріп жатады. Батарея не үшін керек? Осындай корольге мат қою үшін, бір комбинация жасау үшін. Осындай ладьяларды мысалы ашық линия көрдің ба? Ашық линия құр босқа тұрмау керек. Ладьяны раз мына қойдың. Неге мына жерге қойдың? Сен біріншіден мынаны батарея создавать етуге дайындап жатсың, екінші рет перевод жасап жатсың. Алдын ала мысалы ана атты алып кеттің, ладья уже қапталға қарай кетті, корольге қарай, матқа қарай. Жан-жақты ойлану керек, жан-жақты. Көрдіңіздер, батарея тәсілдері туралы біраз сабақтарда болады, Алла қаласа. Міне осы нәрсені ұмытпаңыздар. Шаршап кеттім деп ойлаймын, сіздерде біраз информация бердім, осыны жақсылап қорытып алыңыздар, оқып алыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірге болайық, шахмат ойнайық, бірге қазақ елін дамытайық.